Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 13-ші сабақ я әрпінің жазылуы тақырыбын өтеміз. Балалар, 51-ші жаттығуға қарайық, мәтінді дауыстап оқы. Бақтияр неге ұялды? Бақтияр мен Саят жолда шелегі суға толы қарт әжейді кездестірді. Әжей кішкене жүріп тоқтап демалады. Саят әжейге көмектеспек болды. Сонда Бақтияр, елдің бәріне бірдей көмектесе бересің бе? Деді оған. Бірақ Саят оны тыңдамай, әжейдің шелегін үйіне апарып берді. Бақтияр бірде шөлдеп келе жатып, ауылдың шетіндегі бір үйге бұрылды. Ол сол үйден су ішкісі келді. Есікті ашқанда баяғы қарияны көрді. «Іш, балам, іш», деді әжей су беріп тұрып. Бақтияр ұялғанынан суды ішпестен далаға атып шықты. Балдырған журналынан алынған. Балалар, мәтін не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар. Бақтиярдың неге ұялғандығы туралы айтылған, яғни ол әжеге көмектеспеді екен, балалар. Бақтияр неге ұялды деп ойлайсың? Оның орнында сен болсаң не істер едің? Дұрыс айтасыңдар. Бақтиярдың орнында болсаң, қарияға көмектесер едің, Жақсы, жарайсыңдар. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерді көшіріп жаз. Қарамен жазылған сөздерге қарайықшы. Бақтияр, Саят, қария. Барлық сөздерде нені байқадың? Дұрыс айтасыңдар. Дыбысы бар екен, барлық сөздерде. Жақсы. Балалар, келесі 52-ші жаттығуға қараймыз. 52-ші жаттығу сөздердегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, жазып, оның себебін түсіндір. Пияз, дария, ұрқия, зиян, аяз. Балалар, 52-ші жаттығуды дәптерімізге жазып аламыз. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, бұл сөздердің барлығында әрпі түсіп қалған екен, әрпін жазамыз. Балалар, әрпі дыбысталған кезде болып, яғни екі дыбыстың қосарлануынан дыбысталады. Жақсы, балалар. 53-ші жаттығуға қараймыз. Сызба арқылы сөздерді тауып жаз. Оя, қария, тақия. Келесі аялдама, баяндама, аянат. Жақсы, балалар. Енді, балалар, осы 53-ші жаттығу дәптерімізге жазып аламыз. Жақсы, 54-ші жаттығуға қараймыз. 54-ші жаттығу жұмбақты оқып, шешуін тап. Қалқиып ұзын құлағы елеңдеп, қорқып тұрады. Ол не, балалар? Дұрыс айтасыңдар, қоян. Қоян сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Қоян сөзінде неше дыбыс бар? Дұрыс айтасыңдар, 5 дыбыс бар. Неше әріп бар? 4 әріп бар. Жақсы, жарайсыңдар. Енді, балалар, келесі жаттығуға қараймыз. 55-ші жаттығу. Құстарға қамқорлық тақырыбында берілген тірек сөздермен әңгіме құрап жаз. Балалар, құстар, ұя жасау, жем шашу деген сөздерді пайдалануымыз керек. Тақырыбы құстарға қамқорлық. Күз келді, күн суытты. Балалар құстарға ұя жасады, жем шашты. Балалар құстарға қамқорлық жасап, қуанды. Жақсы, балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар. Келесі сабақта кездескенше.